Сәлем, видеоны көрместен бұрын менің каналыма тіркеліп, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Бүгін 8-ші сыныптың химиялық элементтерді периодтық жүйедегі орны мен атом құрылысы тұрғысынан сипаттау тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ. 14-ші кестедегі жоспар бойынша атомдық нөмірлері 6, 11, 14, 19-ға тең элементтерге сипаттама беріңдер. Бізде бірінші элемент көміртек. Атомның нөмірі 6, атомдық салмағы 12, екінші кіші период, екінші қатар, төртінші топтың негізгі топшасында орналасқан. Екінші атом құрамы. Көміртек 6 протоннан, 6 нейтроннан, 6 электроннан тұрады. Атомның электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p2. Атомның электронды графиктік формуласы сіздерге суретте берілген. 2 электрондық деңгейі бар. Біріншіде 2 электрон, екіншіде 4 электроннан тұрады. Көміртек пи элемент. Көміртек бейметалл, және де ол қосылыстармен қосылу арқылы СО2 қышқылдық оксид, H2CO3 қышқыл және де кальций СО3 болып тұз түзеді. Келесі сутекпен қосылысының формуласы CH4, оны метан деп атайды. Көміртектің көршілес элементтермен салыстыратын болсақ, көміртектің бейметалдық қасиеті азотқа қарағанда төмен, бірақ бор мен кремнийге қарағанда күштірек. Келесі элемент натрий. Атомдық нөмірі 11, атомдық салмағы 23, үшінші кіші период, үшінші қатар, бірінші топтың негізгі топшасында орналасқан. Екінші атомның құрамы. Натрий 11 протоннан, 12 нейтроннан және 11 электроннан тұрады. Атомдық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Электрондық графиктік формуласы сіздерге көрсеттім жазып, және де ол 3 электрондық деңгейден тұрады. Біріншісінде 2, екіншісінде 8, үшіншісінде 1 электрон. Натрий S элементке жатады. Натрий металл. Натрийдің қосылыстары натрий 2O негіздік оксид, натрий OH негіз, натрий хлор тұз. Натрий сутекпен әрекеттесіп, натрий H натрий гидридін құрайды. Көршілес элементтермен салыстыратын болсақ, натрийдің металдық қасиеті литийден жоғары, бірақ калийге қарағанда төмен. Келесі элемент кремний. Атомдық нөмірі 14, атомдық массасы 28, үшінші период, үшінші қатардың, төртінші топ негізгі топшасында орналасқан. Кремнийдің атомдық құрамы. Кремний 14 протон, 14 нейтрон, 14 электроннан тұрады. Электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Электрондық графиктік формуласын сіздерге жазып көрсеттім. Кремний П элементке жатады. Кремний бейметалл. Кремнийдің қосылыстары силициум О2 қышқылдық оксид, H2 силициум О3 қышқыл, натрий 2 силициум О3 тұз. Және де сутекпен қосылысы силициум H4 силан. Көршілес элементпен салыстыратын болсақ, кремнийдің бейметалдық қасиеті көміртекке қарағанда төмен. Келесі элемент калий. Атомдық нөмірі 19, атомдық массасы 39, төртінші үлкен периодтың төртінші қатарында бірінші топ негізгі топшасында орналасқан. Оның атом құрамына келетін болсақ, ол 13 протоннан, 20 нейтроннан, 19 электроннан тұрады. Электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Және де электрондық графикалық формуласын сіздерге жазып көрсеттім. Өздеріңізге жазып алсаңыздар болады. Калий S элементке жатады, және де ол металл. Калийдің қосылыстарына келетін болсақ, калий 2O негіздік оксид, калий OH сілті және де калий хлориді тұз болып табылады. Және де калийдің көршілес элементтермен салыстыратын болсақ, калийдің металдық қасиеті натрийге қарағанда жоғары, рубидийге қарағанда төмен. Екінші сұрақ. Атомдық нөмірлері 5, 36, 53, 84-ке тең элементтердің энергетикалық деңгейлерін және сыртқы электрондық қабатындағы электрон санын анықтаңдар. Бірінші элемент 5-ші номерлі бор. Ол 2 электрон қабатынан тұрады. Оның сыртқы электрон қабатындағы электрон саны 3-ке тең. Екінші элемент 36-ші номерлі криптон. Ол 4 электрондық қабаттан тұрады. Сыртқы электрондық қабатындағы электрондар саны 8-ге тең. Келесі 53-ші номер иод. Ол 5 электрон қабатынан тұрады және де сыртқы электрон қабатындағы электрондар саны 7-ге тең.
Келесі элемент 84 номерлі полоний элементі. Ол 6 электрондық қабаттан тұрады және сыртқы электрондық қабатындағы электрон саны 6-ға тең. Үшінші сұрақ: берілген элементтерді мынадай белгілері бойынша анықтаңдар. Жауабы: Асы сыртқы электрон қабатында 6, сыртқы электронның астындағы қабатында 8 электроны бар элемент күкірт. Күкірт бейметалл және де ол 6-шы топта 3-ші қатарда орналасқан. Әсі сыртқы электрондық қабатында 4 электрон, сыртқы қабатының астында 2 электроны бар элемент көміртек. Көміртек бейметалл, ол 4-ші топтың 2-ші қатарында орналасқан. Б-сы сыртқы электрондық қабатында 1 электрон, оның астындағы қабатында 8 электроны бар элемент натрий. Натрий металл және де 1-ші топтың 3-ші қатарында орналасқан. Келесі 4-ші сұрақ. А, Б, С, Д және Е атомдарының электрондық құрылымдары берілген. Олардың құрылымы туралы келесі сұрақтарға жауап беріңдер. Жауабы: бірінші, қай құрылым электрондық кестенің 5-ші тобының элементін көрсетеді? Бұл суреттерге қарайтын болсақ, А суреті сәйкес келеді, яғни 1А. Екінші сұрақ: сыртқы электрондық қабаты толған. Суретке мән беріп қарасақ, тек қана Б суретінде ғана сыртқы электрондық қабаты толған, яғни 2Б. Үшінші, оттек атомы. Оттек атомында 8 электрон бар. Сондықтан бұл жерде 8 электроны бар сурет С суреті. 3С. Төртінші, 20 протоны бар. Бұл 4-ші сұрақтың жауабы Е суреті болады. 4Е. Периодтық кестенің 4-ші периодында орналасқан. Суреттерге мән берсек, бұл 5-ші сұрақтың жауабы да Е екенін көреміз. 6-шы сұрақ: валенттілік электрон саны 4-ке тең. Бұл жерде жауабы А суреті.